Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, иә? Бұл өрнек өзі бар болғаны бір-ақ қатардан тұрады және 4 көзден. Мінекей бір-ақ қатардан болғаннан кейін бұның екі беті де бірдей болады. Мінекей тоқылу да өте оңай. Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып үйренейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Енді екі оң тоқимыз. Біреу, екеу. Бір жіпті іліп аламыз. Және де мына екі көзді екеуін бірге терісінен тоқып, екеуін бірге тоқитын боламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Екі оң. Бір жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз да, екі оңды терісіне тоқып, екеуін бірге тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей екі көзді қысқартқаннан кейін мына соңында міндетті түрде екі оң болу керек. Сол кезде өрнек тура сәйкес болып тоқылатын болады. Мінекей. Енді осы мына теріс бетіне де дәл солай тоқитын боламыз. Мінекей. Екі оң. Жаңа екі оңнан бастадық қой. Бір жіпті іліп аламыз. Және мына екі көзді біз мына іліп алған жібімізді де екеуін бірге терісінен тоқитын боламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Екі оң. Бір жіпті іліп аламыз. Мына екі көзді екеуін бірге терісінен тоқитын боламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей соңғысын екі терісті біз екеуін бірге терісінен тоқыдық. Және соңғысында екі оң қалу керек. Екеуін оңға тоқыдық. Мінекей көрдіңіздер ғой, екі жағында да оң-оңнен екі көзден қалу керек осындай. Сол кезде суреттері тура келетін болады. Тағы бір қайталап жіберейін. Мінекей екі оң. Бір жіпті іліп аламыз. Екі көзді екеуін терісінен тоқитын боламыз, екеуін бірге. Тағы бір қайталап жіберейік. Мінекей көрдіңіздер ғой, сонда екі бетінде де мынау қысқартқан көздер турасынан келіп отыру керек. Мінекей соңғысы екі көзді қысқарттық. Және де екі оң. Дәл осылай екі бетінде де тоқи беретін боласыздар. Сонда мінекей көрдіңіздер ғой. Мынау қысқартқан көздер мына дәл үстінен түсіп отыру керек. Қазір үлкен өрнектен көрсетіп жіберейін. Мінекей көрдіңіздер ғой, мынау қысқартқан көздеріміз. Мінекей. Мынау оңдар, мынау қысқартқан көздер. Дәл үстінен, екі бетінен де үстінен түсіп отыру керек. Сол кезде өрнек анық тура болып шыға келеді. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.